أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті шәкірттер, Алланың қалауымен біздер Мединский кітабынан Ад-Дарсу Садису, яғни 6-шы дәріске келіп тоқтаған болатынбыз. Бүгін Алланың қалауымен исму ишараға жататын хаза, хазихи сөздерін өтетін боламыз. Яғни 6-шы дәріс Телеграм каналындағы дәрістердің реті бойынша 7-ші дәріс, кітап бойынша 6-шы дәріске келіп тоқтаған болатынбыз. Олай болса, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастайық. Ад-Дарсу Садису 6-шы дәріс хазихи. Хазихи дегеніміз жалпы бұл деген мағынаны береді, бірақ бұл деген уақытта кімге ишарат етеді бұл? Әрине, әйел адамға ишарат ететін хазихи сөзі. Ертегінде бұл деген сөзді хаза деп айтады. Өздеріңіз білесіздер, хаза сөзі ертегінде, ал осы хазихи сөзі әйел тегіндегі бұл. Араб тілінде жалпы ертегі және де әйел тегі болып екіге бөлінеді екен. Әрмен қарай кеттік, дәрісімізді әрмен қарай жалғаймыз. Әрмен қарай бұл жерде сөздер берілген. Хаза бну Хамидин, бұл Хамидтің ұлы. Көріп тұрсыздар, иә? Бұл жерде тәнуин тұр. Не үшін? Өйткені бұл мудоф. Мудоф ешқашан бұл жерде дамма тұр. Мудоф ешқашан тәнуин қабылдамайды. Сондықтан дамма тұр. Хамидин мудофун илейхи. Кеше ғана өткен болатынбыз. Хамидтің ұлы. Бұл Хамидтің ұлы. Вахазихи, бұл бинту Ясирин. Ясирдің қызы. Көрдіңіздер, иә? Хазихи сөзі мына бинтқа не істеп тұр? Ишарат етіп тұр. Бинт дегеніміз қыз бала болғандықтан хазихи деді. Хазихи бинту Ясирин. Бұл Ясирдің ұлы, Ясирдің қызы. Әрмен қарай Ибну Хамидин жалисун. Хамидтің ұлы отыр. Ва бинту Ясирин. Ясирдің қызы вақифатун, тұрып тұр. Суретте көрдіңіздер, қыз баласы тұрып тұр, ұл бала отыр. Яғни Хамидтің ұлы отыр, Ясирдің қызы тұрып тұр. Әрмен қарай кеттік. Мән хазихи, бұл кім? Мән хазихи, бұл кім? Хазихи ухтул мухандиси, бұл инженердің әпкесі немесе қарындасы. Ухт деген сөз жалпы қарындасы немесе әпкесі деген мағынаны береді екен. Ухт сөзі, ухтун сөзі әпкесі немесе қарындасы деген мағынаны береді. Тағы да қайталап айтамын, хазихи сөзі ухт сөзіне ишарат етіп тұр. Яғни ухт сөзі әпкеге немесе қарындасқа қолданады. Яғни бұл инженердің әпкесі немесе қарындасы. Ахия айдон мухандисатун. Бұл да мухандис пе? Яғни бұл да мухандис пе дейді. Айдон дегеніміз даде тате жалғауын жалғайды. Хия айдон дегеніміз бұл да, анау да ма, мысалы. Зәлика айдон, мысалы, анау да ма деген секілді. Хаза айдон, бұл да ма, яғни бұл да, анау да деген секілді мағынаны береді айдон. Ахия айдон мухандисатун, ол да инженер ме? Бағана айтқан болатын алдында, мухандистің қарындасы немесе әпкесі деген болатын. Сол жөнінде сұрап жатыр енді. Хия, ол, яғни ухт айтып жатыр. Ол да мухандис пе? Ол да инженер ме? Бұл жерде мухандисатун деп келді, көрдіңіздер, иә? Өйткені әйел теген айтып жатқасын, мухандис сөзі мухандисатун болып, тәмәрбутамен жалғанып келді сөздің соңы. Өйткені
тәмәрбута жалғау арқылы біз әйел тегінде айтылып жатқандығын білеміз. Тәмәрбута әйел тегі үшін қолданылады. Ахия айдан мухандисатун, ол да инженер ме? Ла хия табибатун, ол дәрігер. Табибатун, яғни табибун ғой негізі дәрігер. Ертегінде табибун дейміз, әйел тегінде айтқымыз келсе табибатун, тәмәрбутаны жалғайды екенбіз. Хия, яғни әйел тегінде қолданатын. Хуа болса ертегінде қолданады. Мынандай хуа сөзі, хуа сөзі ертегінде қолданады, ал мына жерде тұрған хия сөзі әйел тегінде қолданады. Екеуі де бір мағынаны береді. Бұл деген мағынаны береді екен. Ла хия табибатун, жоқ, бұл дәрігер. Әрмен қарай, сайярату мән хазихи, бұл кімнің көлігі? Сайярату бұл жерде шәдді бар. Мән хазихи, бұл кімнің көлігі? Хазихи сайяратул мудири. Бұл жерде көрдіңіздер, мудири болды. Сайяратул мудири, директордың көлігі. Бұл директордың көлігі. Сайярату сөзі мудоф болды, әл-мудири сөзі мудоф илейхи болды. Естеріңізде болса, мудофун илейхи әрқашан кәсіра алатын еді. Кәсіралы болады. Бұл директордың көлігі. Әрмен қарай, мә хазихи, бұл не? Хазихи, бұл микуатун, яғни өтек, үтік. Қазақшада үтік дейді, я? Үтік, киім үтіктейтін үтік. Бұл үтік, яғни үтікке не үшін хазихи сөзін қолданды? Әйел тегіндегі, өйткені микуатун сөзі әйел тегіндегі сөз. Өйткені соңында не тіркелген? Тәмәрбутасы тіркелген екен. Бұл үтік. Әрмен қарай, келесі. Лиман хазихи, бұл кімдікі? Лиман хазихи, бұл кімдікі? Хазихи ли халидин, бұл халидтікі. Хазихи ли халидин. Не үшін халид сөзі дейтін тәнуинді кәсіра болды? Өйткені алдында ли келіп тұр, ли әрпі келіп тұр. Ләм, яғни харф жар келіп тұр. Харф жар айтқан болатын біз сөзді кәсіра қылады. Хазихи ли халидин, бұл халидтікі. Дәрражату әнәсин хазихи, бұл әнәстің велосипеті ме? Дәрражатун дегеніміз велосипед, сөздің соңында не тіркелген? Тәмәрбутасы тіркелген, сондықтан хазихи сөзін қолданған еді. Хазихи сөзі әйел тегіндегі сөз. Дәрражатун сөзі де әйел тегіне жататын сөз. Өйткені соңында тәмәрбутасы тұр. Бұл әнәстің велосипеті ме? Лә, жоқ. Хазихи, бұл дәрражату аммарин, бұл аммардың велосипеті. Хазихи жадидатун, бұл, яғни неге ишарат етіп тұр? Хазихи дегендеріміз жалпы ишара сөздерге жатады. Хазихи, яғни бұл неге ишарат етіп тұр? Велосипедке ишарат етіп тұр. Бұл велосипед жадидатун, жаңа дейді. Велосипедке ишарат еткесін жадидун сөзі де не тіркеді? Жадидун сөзінің соңына не тіркедік? Велосипед сөзі әйел тегінде болғасын, жадидун сөзіне не тіркедік? Жадидун сөзіне тәмәрбутасын тіркедік. Соны әйел тегі болғандықтан жадидатун деп айтамыз. Қысқасы, ертегіндегі сөздерге тәмәрбута тіркелмейді. Әйел тегіндегі сөздер болатын болса, әйел тегіне қатысты сөздерді сөйлеп жататын болсақ, оған тәмәрбутасын жалғайды екенбіз. Жадидатун, жаңа, бұл жаңа. Уә дәрражату әнәсин, дәрражату әнәсин қадиматун. Әнәстің велосипеті қадиматун, ескі. Қадиматун сөзіне де тәмәрбутасын жалғады, я? Қадимун деп айтсақ болады мысалы. Жадидун деп айтсақ болады мысалы.
ертегінде болатын болса, егер де сөз ертегінде болатын болса, ертегі жөнінде әңгіме айтып жататын болсақ, онда қадимун, жадидун деп айтсақ та болады. Бірақ біз әйел тегінде айтып жатқандықтан оған не қолданамыз? Тәтә марбутасын қосамыз. Велосипед әйел тегінде тұр. Дарроджатун сөзі әйел тегінде, иә? Велосипед сөзі әйел тегіне кіреді. Сондықтан қадиматун, жадидатун деп сөздің соңына тәтә марбутасын тіркедік. Әнәстің велосипеді қадиматун, ескі дейді. Әрмен қарай, хазихи саату алиин. Бұл Алидің сағаты. Хия, ол, яғни неге ишарат етіп тұр? Хия, хуа, хазихи, хаза сөздері барлығы исім, ишара деп аталады. Ишарат ететін сөздер, ишарат ететін есімдер. Хия неге ишарат етіп тұр? Ол сағатқа ишарат етіп тұр, яғни. Хазихи саату алиин, бұл Алидің сағаты. Хия, ол, яғни ол сағат. Жамилатун, бұл жерде жамилун сөзі де немен келді? Тәтә марбутасымен келді. Жамилатун деп, өйткені сағатты мақтап тұр. Сағат сөзі әйел тегінде болғандықтан жамилатун сөзі де әйел тегінде келді. Жамилатун, ол әдемі, жиддан, өте әдемі, өте деген мағынаны береді. Ол өте әдемі. Хазихи, бұл мил'ақатун, бұл қасық, уа хазихи, және бұл қидрун. Уа хазихи қидрун, бұл табақ, яғни тамақ пісіретін бір табақ, қазанды айтады. Қазан десек те болады, табақ десек те болады, Бұл қасық, уа хазихи қидрун, ал бұл не? Табақ, бұл табақ немесе бұл қазан. Қидрун сөзінде тәтә марбутасы жоқ, көргендеріңіздей. Тәтә марбутасы жоқ, қидротун деп айтқан жоқ. Өйткені не үшін? Қидрун сөзінің өзі әйел тегіне жатады. Сондай бір сөздер бар, әйел тегіне де жатады кей кездері ер тегіне де жатады. Қидрун сөзі, яғни табақ, қазан сөзі де дәл сондай сөздердің бірі. Әл-мил'ақату фил қидри. Фил қидри. Әл-мил'ақату фил қидри. Әл-мил'ақату фил қидри. Қасық қазанның ішінде, мысал ретінде, қасық қазанның ішінде деп айтқан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әрмен қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана айтылғандай, осы сөзді қайтадан айтайық. Хазихи мил'ақатун, бұл қасық, ва хазихи қидрун. Қидрун сөзінде айтып өткеніміздей тәмәрбута жоқ, сонда да ол сөзге не қолданылды? Хазихи ишарасы қолданды. Әйел тегіндегі. Өйткені қидрун сөзі кей кезде ер тегінде де, кей кезде әйел тегінде де қолданады. Осындай бір сөздер бар. Әл-мил'ақату фил қидри, қасық қазанның ішінде, немесе табақтың ішінде десек те болады. Хазихи бақаратул фаллахи. Яғни, фаллах дегеніміз ол орақ, орушыны айтады. Орушының сиыры десек те болады, фаллахи. Яғни, бұл бақаратул фаллахи, яғни жер жыртушының сиыры. Бұл жер жыртушының сиыры. Бақаратун сөзі Бақаратун сөзі деген әйел тегінде болғандықтан хазихи ишарасын қолданған еді. Бұл диханшының немесе жер жыртушының сиыры. Әрмен қарай, хаза әнфун, бұл мұрын, уа хаза фәмун, бұл ауыз. Яғни екеуіне де хаза сөзін қолданды. Мұрын сөзіне де, ауыз сөзіне де хаза ишарасын қолданды. Хаза әнфун, уа хаза фәмун, бұл мұрын, бұл ауыз. Қазір 10 минуттан кейін бізде деген лимит бітеді, сондықтан қайта кіруіміз қажет болады. Әрмен қарай,
қазір тәмринға дейін өтіп тастайық. Тәмриннен кейін қайтадан жаңа сілтемемен кіреміз. Хазихи, қараңыздар. Хазихи удунун ва хазихи айнун. Бұл құлақ, бұл көз. Яғни бұл жерде құлақ сөзіне, көз сөзіне хазихи дегендегі әйел тегіндегі ишараны қолданды. Өйткені не үшін? Өйткені адамдағы ағзалар егіз болатын болса, бір-бірімен, яғни адамның ағзалары ұқсасы болатын болса, адамның ағзасында ұқсас болатын болса, ол сөзге әйел тегі қолданады. Яғни жұп болатын болса, адамның ағзалары жұп ағзадан тұратын болса, жұп ағзадан болатын болса, ол ағзаларға хазихи, яғни әйел тегіндегі ишарат қолданады. Мысал ретінде, узунун сөзі, құлақ сөзі жұп, екі құлақ бар адамда, жұп. Айн сөзі, көз сөзі де тағы да жұп, яғни екі көзіміз бар. Әрмен қарай, вахазихи ядун, бұл қол, вахазихи риджлун, бұл аяқ. Бұл сөзге де хазихи ишарасын қолданды. Өйткені яд сөзі, қол сөзі жұп болғандықтан адамда екі қол бар. Риджлун сөзі, аяқ сөзі де адамда жұп болып келеді. Сондықтан хазихи деп нені қолданды? Хазихи деп әйел тегіндегі ишараны қолданды. Мына жерге қазақша жазайық. Адамның ағзалары жұп болатын болса, жұп болса, оған хазихи ишарасы қолданылады. Енді қараңыздар, бұл жерде хазихи ишарасы қолданылады. Тек қана бұл жерде хазихи айтылып тұрған жоқ. Әйел тегіндегі хазихи, тилка деген секілді сөздердің барлығы, әйел тегіндегі сөздердің, ишаралардың барлығы осы адамның ағзаларындағы жұп ағзаға әйел тегінің, яғни бір сөзбен адамның ағзасындағы жұп ағзаларға әйел тегі қолданылады екен. Алланың қалауымен тәмәринға келдік. Тәмәринді сіздерге түсіндіріп беретін боламын, қалай орындау керек екенін. Қазір жаңа сілтемемен кірейік.